сіздер байқасаңыздар, қазіргі уақытта адамзатта, яғни өздеріңіздің бойларыңызда байқап отқан шығарсыздар, өте қатты боль, яғни бұрын сезінбеген депрессия, бұрын сезінбеген выгорание сияқты кәдімгідей апатия, сондай сезімдер болуда. Егер сізде осындай сезімдер болса, міндетті түрде сабақты мұқият тыңдаңыздар. Егер болмаса да тыңдаңыздар, өйткені бұл жерде айтылатын түсініктер сіздің өміріңізде выгоранияның, депрессияның алдын алуға көмектесетін болады. Жалпы осы Садгурудың «Смерть» деген кітабы бар. Осы жақын арада жарық көрген кітаптарының бірі. И маған қатты ұнаған кітаптардың бірі. «Карма» деген кітабы бар. «Смерть» деген осы екі кітабы соңғы кезде Садгурудың жарық көрді. Сол кітапта айтып өткендей, яғни адамдарда ояну дәурені келіп жетті. Біз бұрынғы өзіміздің ескі матрицамызда, ескі эгомызда, бұрынғы құндылықтарымызбен, бұрынғы убеждениелерімізбен, бұрынғы жанталасымызбен өмір сүре алмай қалдық. Осы кезде біздің ішіміздегі божественный разум, біздің ішіміздегі дух, біздің ішіміздегі Құдайдың бөлшегі истинный өзіміз ояну үстіндеміз. И осы ояну кезінде, дейді Садгуру айтады, яғни адамдардың жаңағы кармасы бар. Бізде кәдімгідей резервуар бар. Көз алдыңызға елестетіңізші, кәдімгідей үлкен бачок. Сол жерде сіздің бұған дейінгі реинкарнациядағы сіздің кармаларыңыз сол жерде толып тұр деген сөз. Егер ол кармалардың барлығын сізге сразу ояна салсымен, сіз кәдімгідей қазір сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да, адамзаттың көпшілігі оянады. Өйткені бүкіл коллективный сдвиг сознания соған алып келе жатыр. Яғни бұрынғыдай невозможно жить. Сол кезде резервуардағы бүкіл бачоктағы кармаңызды сіздің, карма деген тақырыпты мен сіздерге терең тарқататын болам. Қорықпаңыздар. Карма деген сөз біздің сразу қорқынышымызды оятады. И сол резервуардағы сіздің бұған дейінгі кармаңыздың барлығын сразу ағызып жіберетін болса, дейді, адамзат жаңағы игере алмай қалады дейді. Настолько ауыр болады саған, игере алмай қалады дейді. И сен оянған сайын белгілі бір мөлшерде саған жаңағы резервуардан кәдімгідей карманы береді дейді. Сосын сен оны отрабатываешь, прорабатываешь, сосын тағы да саған хорошо будет, и тағы бір бөлшегін сөйтіп отырып өзіңнің осы ғұмырыңда кармаңды тауысасың дейді. Бұл жерде қандай карманы Садгуру айтып отыр. Сіздер байқасаңыздар, яғни өміріңіздің бір жылдың циклын алып қарасаңыздар, өміріңіздің бір кезеңінде бұрынғыдай сізде все время состояниеңіз хорошо болып жүрмейді. Бұрында да жүрді деп ойлайсыз, на самом деле ол кезде де жүрмегенсіз. Бірақ наоборот, сіз оянған сайын, өзіңізге үңілген сайын, психологиямен айналысқан сайын, жылдың бір уақытында сіздерде кәдімгідей апатический состояние болады. Сол кезде сіздің резервуардағы кәдімгідей кармаңыз шықты деген сөз. Құдайға шүкір айтыңыз, егер сіздің кармаңыз белгілі бір оқиғалармен, немесе өміріңізде шокировать ететін бір жағдайлармен сізге беріліп тұрған жоқ. Просто сізге бессознательно, кәдімгідей вам непонятно, больно болады. Ұйқыдан тұрғаннан бастап, кәдімгідей сіздің кеудеңіз таңертең тұрғаннан бастап ауырып тұрады. Түсіне алмайсыз. Неліктен мен ешқандай себепсіз кеудем ауырып тұр. Вроде жақсы. Сосын сіздердің көпшіліктеріңіз осы ауырып тұрған дүниеден құтылғыларыңыз келеді. Яғни, утром встали и вам плохо. Уже сіз әсіресе қазіргі осы ояну дәуірінде ұйқыдан тұрғыңыз келмеуі мүмкін. Таңертең сіз тұрайын десеңіз, орныңыздан бұрынғыдай тұра алмайсыз. Және тұруға деген аса қатты желаниең жоқ. Уже сіз тұрғаннан бастап, көзіңізді ашқаннан бастап, апатический состояние тұрсыз. И түсіне алмайсың. Неліктен маған апатический состояние тұрмын деп. Даже менің өмірімде осындай больдар болған кезде, әлі есімде, мысалға, менің как будто маған реальность, қазіргі болып жатқан өмірден ортаға не қойып тастаған сияқты, шыны қойып тастаған сияқты, әйнек қойып тастаған сияқты, сол реальностьке қарай өте алмайтын сияқтымын. Сондай бір апатический состояниелер келеді. Сол кезде мен түсінем, что мен резервуардағы кармический өзімнің эмоцияларымды отрабатываю. Это нормально. Енді сіздерге бұдан қорықпас үшін мен әдейі тақырыпты больдан бастап тұрмын. Яғни қазір көп адамдарда осындай боль, страдание, яғни непонятный боль болғандықтан
резервуардағы карма келді деген сөз. И сізде апатический состояние, и содан кейін түсініксіз сіздің бойыңызда кәдімгідей бір, қалай айтсам екен, сіздің бойыңызда бұрынғыдай ойларыңыз, сіздің қорқыныштарыңыз, кәдімгідей сіздің бұрынғы тығылып жатқан сіздің қорқыныштарыңыздың бәрі поверхностьқа шыққандай сезім болады. Мысалға, бір сізді суды ішіне салған кезде, судың бетіне қалықтап шығады ғой, не бар соның ішінде, соның бәрі судың бетіне қалықтап шыққандай, сіз неден қорқасыз? Страх смерти, страх тревоги, болашақта ақшам болмай қалады, өмірім не болады деген қорқыныштар қазір бүлк-бүлк етіп судың бетіне шыққандай, и осы состояниеде көп адам не істерін білмей қалады. Яғни, вроде мен бәрін прорабатывать етіп, нормальный өмір сүрем ба деген кезде, қайтадан маған больдардың шыққанын несі, қайтадан осылардың барлығы мен өміріме қайтып келген несі деп, адамда кәдімгідей түсініксіз күйге бөлене бастайды. Енді қараңыздар, осы кезеңде, әсіресе осы кармический жаңағы сізге резервуардағы карма кірген кезде, осы кезеңде әсіресе жаңағы адамда әлсіздік байқалады. Яғни апатия, душевный больден көрі, больдан бірге сізде таңертең ұйқыдан тұратындай күш жоқ. Сіз үнемі кәдімгідей әлсізсіз. Сонымен қатар сіздің мотивацияңыз, кәдімгідей жанған көзіңіз өшіп қалған. И мен сіздерге бұны енді психологияда, қазіргі саморазвитияда темные ночи души дейді. Яғни душаның темные ночтары келіп жатыр. Оны әртүрлі дүниелермен түсіндіреді, бірақ мен сіздерге осы кезең келген кезде қуануларыңызды смирениемен, принятиямен, с любовью қабылдауларыңызды сұраймын. Өйткені сізді есейтуге, сізді жаңағы бұрын бермеген түсініктерді беруге, даналыққа, сізді жаңағы бұрынғы өмірде басқа көзқарастан өмірді, басқа ракурстан көруге жаңа кезең келіп тұр деген сөз. Сондықтан қандай больда болсаңыз да, қандай жағдайда болсаңыз да, я принимаю этот путь-ті. Яғни душалар, адамның душасы өмірге келмес бұрын, значит, сіздің осы жолды, осы путь-ті сіздің душаңыз таңдап алды деген сөз. Яғни осы кезеңнен өту арқылы сіз өміріңізді бұрын алмаған түсініктерді, бұрын сезінбеген кезеңдерді, бұрын алмаған жаңа моменттерді өтуге тиіссіз деген сөз. Сондықтан осындай душевные, темные ночи души, душевная боль болды ма, принимаем. Яғни ондай кезде мы должны сдаться. С нами хотят вселенная бізбен бір нәрсе істегісі келіп тұр. Жаңа сыйлық беру үшін өміріңізге, жаңа кезеңді әкелу үшін сіздің өміріңізге, сдвиг жасау үшін сіздің подсознаниеңізді, сіздің ішкі жан дүниеңізде бір өзгерістер жасау үшін осы дүниеден өтуге тура келіп тұр деген сөз. Бірақ мен сіздерге айтайын, ешқандай адам больдан, эмоциядан өліп қалмайсыздар. Қорықпаңыздар. Яғни қаншалықты больно болса да, сізде, значит, ол больдан өте алатын ішіңізде күш бар деген сөз. Сіз оны противостоять ететін, тұрып беретін күшіңіз бар деген сөз. Сондықтан мұндай моменттерде что вы должны сделать? Біз өмірде все время асығуға, все время жаңағы успехті қууға, жанталасуға әбден үйренгенбіз. Өйткені біз жаңағы апатический больді көп жағдайда адамдар өзінің оянып жатқан болын, тағдырдың сыйы да оған вселенная, тағдыр, Алла тағала сізге жаңа сыйлық бергелі тұр. Яғни, если вы пройдете этот экзамен, ол сізге бұрқ еткізіп, жаңа энергия, жаңа түсінік, жаңа ақша, жаңа жол береді. Ал біз ойлаймыз, тура сондай темные ночи души кезінде, апатический боль кезінде, маған больно из-за того, что у меня нету денег деп ойлаймыз. Яғни көп жағдайда мен қазір успехқа жете алмай жатырмын, сондықтан маған больно дейміз да, біз осы әлсіз жаралы күйімізде өмірдің майданына өткіміз келеді. Сөйтіп, ол өмірдің майданына кіріп, өзімізше жаңағы ақша тапқымыз келеді. Ойлаймыз, қазір біз ақша тапсақ, көбірек жаңағы өзіміздің қалауымызды орындасақ, дүнияуи дүниелерді көбірек қуатын болсақ, онда, значит, біздің жаңағы ішкі жан дүниеміздегі апан, боль, он будет наполняться. Яғни, мен ол жолмен сіздерге айтайын, бірнеше мәрте жүріп
көргем. Мен сіздерге наоборот осы кезеңдерде не істеу керек екенін қазір түсіндіретін боламын. Ол жолға жүрмеңіздер. Мен жаңағы өзімнің жаралы болыммен ақшаға өтіп көрдім, иә. И сол моменттерде ақшаға өткен кезде жан таласып ақша тауып көрдім. И бәрібір қанша ақша тапсаң да, ол моменттерде тебе кажется все время мало. Яғни, өйткені сен ана душаң жылап тұрған кезде тапқан ақшаңа місе тұтпай эгоңмен, яғни ол саған бір ас сияқты жан таласасың, шыңғырасың, өз-өзіңді жейсің, наоборот, өзіңнің болыңды одан әрі ұлғайтып жібересің. Сондықтан, егер сіздерде осындай эмоциональный, темные ночи души, осындай больда жатқан болсаңыздар, мен сіздерге қазір одан жылдам шығудың жолын айтпақшымын. Егер мен ойлаймын, бұл тақырыпты бекерден бекер көтеріп тұрған жоқпын, себебі қазір көп адамда осындай эмоциональный качели бар. Менің өзімде де жылдың ішінде болып тұрады. Это нормально. Бүкіл әлемде больді сезініп жатқан адам жалғыз сіз емессіз. Бүкіл адамзат қазір ояну үстінде. Кімде боль бар, сол адам как будто тағдырдың керемет сыйлығын алды деген сөз. Ол адамды все, Алла тағала сен оянасың деген кәдімгідей ол адамға белгі берді деген сөз. Сондықтан өз больдарыңызды кәдімгідей с любовью, с благодарностью принимайте. Я благодарю тебе, значит, я избранный, значит, мен осы больдан өту арқылы белгілі бір түсініктерге жетуге тиістімін деген сөз. И мен сіздерге айтайын, любой боль кезінде просто тоқтаңыз. Жан таласты. Біз өмірде все время алдыға жылжу дегенді, өмірде все время жетістікке жету дегенді материальный бір игілікке жетумен салыстырамыз. Яғни біз ойлаймыз, если біз үй алсақ, либо машина алсақ, либо бір ақшадан өссек, значит, мы преуспели. Біз жеттік деп ойлаймыз, иә. Яғни біз онда біз өз-өзімізге масаттана бастаймыз. Все, мен үйім бар, машинам бар, все, менің қалауым бар, значит, мен үлкен жетістікке жеттім деп ойлайды. Шын мәнде сіздің ол өмірде жеткен ақшадағы жетістігіңіз, материальный игіліктегі жетістігіңіз ол түк емес. Егер сіз тоқтаған кезде алатын жетістігіңіз, сол кезде алатын ұғымыңыз анағұрлым жоғары. Онда сіз мысалға, например, ақшадан жан таласып жету арқылы бір 10 шаг жасайтын болсаңыз, егер сіз тоқтап осы ұғымдарды алатын болсаңыз, сіз онда 1 километр алдыға шығып кеттіңіз деген сөз. Сондықтан осы кезеңдерде, сізде боль болған кезеңдерде, вы должны өзіңіздің ішкі әлеміңізбен, душаңызбен контакт орнатуға тиіссіз. Осы кезеңде тоқтап, сіз өзіңізбен ішкі жан дүниеңіз контакт хочет. Потому что все время жаңағы эгода, все время өзіміздің жан таласымызда өмір сүрсек, вы должны остановиться. Мен сіздерге бір нәрсені айтқым келеді. Сіздің өміріңіздегі, сіздің бағыңызды, сіздің жаңағы өмірде алатын дүниеңізді ешкім алып кете алмайды. Просто остановитесь. Осы моментте адамдар өздерімен қарым-қатынасты бережно, нежно, яғни осознанно жасауына тура келеді. Яғни осы кезеңде өзіңізге сұраңыз, что ты хочешь, моя душа? Біз өзіміздің жылдардың жан таласымен өмірде ақшаға жетсек деп өз-өзімізді жаңағы қамшылаумен өзіміздің душамыз бар екендігін, онымен контакт, байланыс орнату керектігін ұмытып қалдық. Яғни біз өмірде осылай тұра беретін сияқтымыз, как будто өміріміздің барлығы ақша қумен деп тірі бола беретін сияқтымыз. Ал шын мәнде адамның өмірге келгендегі негізгі мақсаты ол ояну болып табылатын болса, сондай моменттерде сұраңыз, что ты хочешь, моя душа? Что я должна услышать? Сіздің шелест утренних звезд дейді, трансерфинг реальности. Яғни сіздің ішіңіздегі өлімсіреп бара жатқан душаңыз, сіздің ішіңіздегі өліп бара жатқан жан әлеміңіз сізбен контакт орнатқысы келеді. Сондай моменттерде сұраңыз, что ты хочешь, моя душа? И осы моментте тоқтаған кезде міндетті түрде, егер сізде қандай да бір эмоциональный больда болатын болсаңыз, онда сіз обязательно өміріңізде жалғыз қалатын уақытыңыз болуы тиіс. Яғни қазір байқасаңыздар, соңғы кездегі
коллективный сдвиг сознаниеға сәйкес адамдар бұрынғыдай тобырлы ортада жүргісі келмейді. Оянып жатқан адамдар жалғыздықты, өзімен өзі қалуды, жан дүниесіне үңілуді аңсауда, яғни жан дүниесінен осындай бұрын болмаған қадамдар тууда, иә. Мысалға, сіз бұрын деп шумды ортада, ойын тойда жүре беретін болсаңыз, қазір түсініксіз, сіз өзіңізге не керек екенін білмей, как будто бір эмоцияның ішінде батып атқан сияқты, сізге бір осының ішінде бір қалқып атқан сияқты состояниеде болсаңыз, тоқтаңыз, тоқтаңыз. И өзіңізден сұраңыз кәдімгідей, что ты хочешь, моя душа, и обязательно күнделікті кәдімгідей 3-4 сағат жалғыз қалатын уақытыңыз болуы тиіс. Осы кезеңдерде сіз 3-4 сағат жалғыз қалған кезде ғана сіз